Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бақытты отбасының сыры өсиет әңгімесін айтып беретін болам. Ал ендеше тыңдаңыздар, мен бастаймын. Ертеде бір қалада екі көрші болыпты. Оның біреуі ұрса береді екен бір-бірімен. Ал екінші отбасы тату-тәтті болады екен. Сөйтіп ұрса беретін отбасының баласы бақытты отбасының сырын білгісі келеді. Неғып олар бақытты? Сөйтіп ол бала терезеден сығалап тұрып қарайды. Бақытты отбасыда анасы үй сыпырып жатып, оған телефонға қоңырау шалады. Анасы қолындағы құмыраны стол шетіне қойып телефонға барады. Баласы сөйтіп құмыран алдына өткен кезде құмыраны байқамай сындырып алады. Анасы баласына жүгіріп келіп, балам, кешірші, мен оны дұрыс қоймады екенмін, дейді. Баласы, жоқ анашым, ол сіздің кінәңіз емес, ол менің кінәм, дейді. Әкесі, болды, ештеңе етпейді, еш нәрсе етпейді, жай нәрсе ғой, дейді. Сосын баласы ұрса беретін отбасының баласы сығалақтап, терезеден қарап, соны көреді де, өзінің үйіне қарай жүгіріп барады. Анасы былай ұрсады. Не болды? Неге сонша жүгіріп келдің, дейді. Bir нәрсе көрдің бе? дейді. Баласы, я, мен бақытты отбасының сырын білдім, дейді. Я? Айт, дейді анасы. Сосын былай айтады. Олар кінәні өздеріне жабан. Олар кінәні өздері мойындайды екен. Кімнің кінәсі, ол өзінің кінәсі болады екен. Ал бізде ондай емес. Біз өзімізді менікі дұрыс деп, кінәні басқа адамға жабамыз, дейді. Осымен ертегі бітті. Егер де балалар, бұл ертегі сендерге ұнаса, менің арнама жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен видеомды аяқтайын. Барлықтарыңызға пока-пока.